бір адам келді, короче, маған. Өмір бақи ізденген. Не іздеген? Өзін өзі іздеген. Осы Асан Қайғы да солай ма? Асан Қайғы, Іздейді, өз-өзін іздейді. Кімді іздеді ғой? Мына біздің, допустим, артистеріміз, бұрынғы заманнан келе жатқан ақындар бәрі іздеген ғой. Таппаған ғой олар. Өйткені ол кезде ғылым дамымаған. Ғылым болмаған. Сана, психология, түйсік бәрі зерттелмеген. Қазір зерттелді ғой. Ғылым бар. Сана деген. Сана мен түп сананы айыра алмайды қазір бізде. Егер адам сана мен түп сананы айыра алмаса, ол қалай ойлайды? Сен, допустим, мен саналы түрде осы жерге келдім. Саналы түрде киіндім. Саналы түрде отырдым бұл жерде. Кей кезде, сана жұмыс істеп тұрған кезде түйсік тұрады бүйтіп. А түйсік жұмыс істеген кезде сана бүйтіп тұрады. Клапан сияқты ғой екеуі былай. Екеуі бір мезетте жұмыс істемейді. Жұмыс істемейді. А санада не болып жатыр? Түйсікте жазылып тұрады. Бүгін ерекше хабар болғалы тұр онда. Дайынсыз ғой? Дайынбыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Жаңа сананың жаңа қонағымен таныс болыңыздар. Руслан Ахметов. Сізді кім деп таныстырған дұрыс? Мен негізі өзімнің жұмысымда атауым жоқ. Менде психология ғылымынан бір жерде оқып, бір жерде тоқып, диплом, сертификат деген нәрсе алмаған. Мен тек қана өзімді 20 жыл бойы зерттеумен өттім. 2003 жылдары басталды. Содан бері әлі келе жатыр. Яғни өз-өзіңізді дамытып, зерттеп? Өз-өзім дамытып, зерттеп, өзімді қалай, мен мына өмірімде неге болып жатыр? Мынау не үшін келді маған? Тек қана сол сұрақтармен жүріп, өз-өзімді зерттедім мен. Көп жерден оқыдым, маған айтты, мынаны істе, Руслан, ананы істе деп. Мен олардың берген білімдерін өзіме киіп көрдім. Ол маған әсерін жараспады, әсерін бермеді. Ол тек қана бір уақытша, бір дүние сияқты болып көрінді маған. А түбегейлі адамның өзгерісі, ол одан емес деп мен шешіп, оны пайдаланбадым, ештеңені пайдаланбадым мен. Енді сол 20 жылдық өз-өзіңізді іздеу жолында таба алдыңыз ба? Мен тек қана өзімнің ішімдегі жан дүниемді түскен кезде ғана таптым. Таптыңыз демек. Таптым. Өйткені бұл сұрақты неге қойып отырмын? Қазіргі қоғамда өз-өзін таба алмай жүрген азаматтар жетерлік. Жаңа эфир басында айттық қой, біз Асан Қайғыны мысал ретінде. Ол кезде бір Асан Қайғы болса, бүгінгі күні екінің бір Асан Қайғы. Өз-өзіңізді таба алмай, басын тауға да, тасқа да соғып жүр. Камера сыртында сіз сана мен түйсікті, екеуі екі бөлек дүние, онда көп айыра алмайды деген дүниені айтып қалдыңыз. Хабарымызды осы сауалға жауаппен бастасақ, сана мен түйсікті қалай айырамыз? Адамның санасы 5% жұмыс істейді. 5-7%. А қалған 95-97% ол түйсікте болып жатқан дүние. Адамның өмірін полностью тікелей өмірінде не болып жатыр? Ол түйсігіне байланысты. Түйсігінде қандай проблема жатыр? Адамның өмірінде сол ситуация болып келеді. Түйсігіңізде қандай кедергі болып жатыр? Соны шешуге сізге адамды жібереді. Бәр құбылыс солай ғана жүреді бұл өмірде. Қайсысы көбірек пайдалы? Түйсік пен сананы екеуінің адамға. Екеуінің де пайдасы бірдей де, зияны бірдей. Қандай зияны бар? Зияны деп неге айтамыз біз? Түйсікте сіздің, допустим, сіздің өміріңіз, түйсігіңізде ақша туралы.
кішкентай кезіңізде естідіңіз сіз атаңыздан, әкеңізден или шешеңізден ақша қолдың кірі. Ол кішкентай баланың түйсігінде жазылып қалады. Ол ақшаны көрген кезде автоматты түрде ақша қолдың кірі деп қарайды. Оны сіз түйсіктегі нәрсені оқи алмайсыз. Ол түйсіктегі нәрсе только істетеді, әрекетке апарады. Адамдар көп ақша табады, бірақ қолында тұрмайды. Ұстап қояды. Жаратып қояды. Бұл ненің салдары? Жомарттық емес пе? Ол жомарттық емес. Мәрттік. Жоқ. Адамның түйсігіндегі программалар, бағдарламалар жұмыс істеп тұрады әр әрекетіңізде. Ойды туғызатын не? Адамның басында ой тудырады. Ой келеді. Не? Қайдан пайда болады ой? Ой түйсікте пайда болады. Ал түйсік ол ойды қайдан алады? Ол сіздің опытыңыздан алады. Ол сіздің өтіп кеткен өміріңізден алады. Естіген сөздеріңізден алады. Көрген дүниеден алады. Болып кеткен ситуациялардан алады. Қалай дәлелдейміз? Қалай дәлелдейміз? Дәлелі бола ма? Оның дәлелі Ғылыми негіздеме, жаңа сіз айттыңыз ғой, өз-өзімді іздедім, оқыдым деген секілді. Мен өз өмірімнен мысал келтіріп өтейін. Мен где-то 40-45-ке дейін көп затпен айналыстым, жұмыс істедім, ақша таптым. Мен ойладым, көп ақша таптым мен деп. Ақша табу деген, ақша керек деген ой болған жоқ менде. Бірақ сол ақшаны мен жоғалтып алдым. Жоқ болып кетті бір моментте ол. Кетіп қалды. Білмеймін қайда кетіп қалған. Мен ол ақшаны ұстай алмадым. Сол кезде де маған сұрақ туды. Мен қайда кетіп қалды бұл ақша? Неге мен оны жұмсап жібердім? Неге мен оны қажетті жерге жібермедім? Неге мен бизнес ашпадым деп. Сол сәтте мен ойладым, сұрақ туды. Бұл неге болды менің өмірімде? Менің неге ақшам көбеймеді? Неге ол ақша азайып, құлдырап, төмен түсіп, мен кризисқа кіріп, кредитқа кіріп кеттім. Неге болды ол өмірде? Ол не бағдарлама менің өмірде? Мен өз-өзімді қазып келген кезде маған қандай программалар ілінді ата тектен келе жатқан. Анау сенің бауырың, көмектесу керек. Анау сенің қарындасың, көмектесу керек. Анау сенің әкең, оған көмектесу керек. Анау сенің шешең, оған көмектесу керек. Анау сенің туысқаның, оған көмектесу керек. Бәріне көмектесіп, Құдай алдында алып келдім. Онан түсініші деп. Әркімнің өз өмірі өз алдында. Менің көмегім оларға бұл өмірде зиян болып дейді. Неге? Бір адам бар көмектесетін. Сенім менде болды оларда. Өздерінде болған жоқ. Мен бәрінің сенімін не істедім? Алып қалдым. Арқалап алдыңыз. Арқалап алдым. Жауапкершілік жоқ ол өздерінде. Мен олар үшін жауапкершілік алып алдым. Ол 45-47 жасымда түсті. Ол жауапкершілік. А ол жауапкершіліктің шекарасы негізі түйсікте тұрады. Ол көзге көрінбейді. Ол сенің әрекетіңден ғана көрінеді. Ол сен сөйлеген сөзіңнен ақ көрінеді. Адам баласының табиғатына осы тән емес пе жауапкершілік алып алу? Кез келгенді алсаң, алып қарайық, барлығы да бір жауапкершілікті мойнына жүктеп болады. Сіз айтып жатқандай, отбасының жауапкершілігін болуы мүмкін, немесе қызметтік баптың жауапкершілігін, қоғамның, қоршаған ортаның тағысын тағы дегендей. Мәселе сол түйсікте тұрған проблема ғой. Сол жауапкершілікті біз әркімнің жауапкершілігін өзімізге аламыз да, оларға жауапкершілік бере алмаймыз. Сол кезде адам өзінің сенімінен кетеді ішіндегі. Мысал үшін қазір емшілер туралы айтып кетейік.
Адам келді емшіге. Мен емдеп бер, короче. Емдеп бер. Ол не істеді бұл жерде? Сол сөзді айтқан кезде, мен емдеп бер деген кезде. Емші не істеді? Өзіне алды. Жауапкершілік алды. Иә. Анау жауапкершілігін берді. Бұл жерде не бұзылды? Табиғаттың, жалпы ғаламның. Ғаламның, табиғаттың заңы бұзылды. Енді бұл жерде кім кінәлі? Кінә жауапкершілік артқан адам. Екеуінде де кінә бар. Екеуі де кінәлі. Екеуі де дұрыс жолда тұрған жоқ. Болды. Ол уже Құдайдың жолынан тайып кетеді. Бітті. Ол жерде ем де жүрмейді, дем де жүрмейді, ештеңе жүрмейді. Дейік. Мен сізбен сөз таластырғым келіп тұрған жоқ, сәл тереңдеп бара жатырмын. Бұл жерде бұл сұхбатта мен ешкімге өзімді дәлелдегім келмейді. Жоқ, менің айтайын дегенім, енді кешірім сұрайын сөзіңізді бөлгеніме. Емшіге келген азамат мені емдеп бер десе де, бірақ емші оны қабылдағанда мен емдеп беремін сені демеген шығар. Іштей, Алла осы кісінің емделуіне қандай да бір септігін тигіз деп бісмілласын айтып іске кіріссе, онда екеуі де деп айта алмаймыз. Сондықтан көпке танбайық деп жатқаным ғой. Адамның, міне қараңыз енді, адамның сөйлеген сөзі, ойы, сөйлеген сөзі и әрекеті бір жерден шығу керек. Сен айтып отырсың, іштен айтып отыр, ол бір Аллаға тапсырып, бірақ аузымен басқа сөз айтып отырды. Бұл жерде уже сәйкестік кетеді, сәйкестік бұзылады. Адам айтпау керек ол. Мен сені емдеп беремін деп. Түсінікті. Сана тыныш емес жаңа. Біздің негізгі бағдарламамыз жаңа сана, яғни сананы трансформациялау, қандай да бір осы эфирді көріп отырған азаматтарға бір септігіміз тисе, өмірін жақсартуға деген мақсатта осы хабар ашылған еді. Жалпы сананы тыныштандыру үшін медитация жеткілікті ме, жоқ әлде терең терапия қажет пе? Медитация неге көмектеспейді адамға? Намаз, біз көбі намаз оқиды адамдар. Намаз дегеніміз не? Жалпылама айтсақ 5 парыздың бірі. Ол медитация. Адам өзін тыныштандырып, сабырға шақырып, медитация жасайды. Ол да медитацияның бір түрі. Намаз уақыты өтіп кетсе, адам не істей бастайды? Ол өзін өзі ұстай алмай қалады. Медитация не істейді? Намаз оған көмектеседі. Ол өзі сабырға келеді, өз орталығына келеді, өзіне келеді. Ол сүйемелдену бір құралға, өзін тыныштығын сабырға шақыру үшін ол сүйемелденеді, ол бір әрекет жасайды. Медитация жасайды, спортпен айналысады, билейді, тағы не, намаз оқиды. Оның барлығы сыртқы құралдар. Сыртқы құралмен жүрген адам, ол балдақпен жүрген адаммен бірдей. Сіз балдақпен жүрсіз. Сіз ол медитациясыз, сіз ол бейсіз, сіз ол әнсіз, сіз кішкентай жаныңыздың тыныштығы кетіп қалады. Жанның тыныштығы қашан орнайды деген сұрақ туады енді. Жанның тыныштығына не әсер береді? Кім әсерін беріп тұр оған? Ішкі жан дүниемізде. Ішкі жан дүниемізде біздің жанымыздың тыныштығына тікелей әсерін беріп тұрған ол біздің түйсіктегі программа, бағдарламаларымыз. Сіздің бойыңызда қорқыныш болатын болса, қорқыныш. Сіз бір нәрседен қорқасыз. Балаңыз бір жерге кетіп қалса, сіз алаңдап отырасыз. Қорқып. Ол қорқыныш нені тудырады? Адамның ішіндегі тыныштығын жанның бұзады. Солай ма? Ол қайдан келіп тұр? Ол түйсіктен келіп тұр. Ал түйсікте жатқан ол қайдан келді? Қашан кірді? Оның неге келді саған? Менің айналысып жүргенім сол түйсіктің ішіндегі
бағдарламалармен жұмыс істеу, оның түп тамырын табу, соның түп тамыры қай жерден келді. Біз айтамыз, мысалы үшін, адам келді дүниеге, арман дүниеге келді. Арман қайдан пайда болды? Арман шешесінің жатырынан шықты. Солай ма? Табиғат. Иә. Шешесіне жатырына ұрықты кім салды? Әкеңіз салды. Әкеңіз не істеді? Шешеңіз не істеді? Әкеңіздің ата тегі, ата бабалар не істеді, не көрді? Шешелеріңіздің ата бабалар не көрді? Ата тектер не көрді? Не жеді? Неден қорқты? Иә. Бәрі сіздің ішіңізде тұр. Ген. Сіздің ішіңізде тұр. Ал өмірдегі сіздің барлық ақшамен, денсаулықпен, дүниемен, қарым-қатынастың барлығы сол программалардың сізге түсіндіру үшін келеді. Мен мына реальный өмірде не болып жатыр? Соны сіздің тегіңіздегі, түйсігіңіздегі бағдарламамен байланыстырамын. Демек барлық адамда осы дүниелер бар. Енді жалпы терең ғой, ғылым деген бұл адамзаттың жаратылысының өзі өте терең дүние. Иә. Адамнан адам шығу деген енді ақылға қонымсыз дүние ғой. Біздікілер қазір бір роботты жасап, оның билегеніне мәз болып жүр ғой. Неткен ғажайып мынау деп. Иә. Шын ғажайып ол адамзат. Адамзат. Бір сөзбен айтқанда. Енді жалпы сіз жындарға, бақсылық, емшілік, осы күнгі көп айтылатын тақырыптарға да қорықпай, батыл түрде барады екенсіз, пікір білдіреді екенсіз. Бұған дейінгі әлеуметтік желідегі парақшаларыңыздан байқап қалып едім. Сол тақырыптарға қарай ойыссақ, жалпы адам баласы жын көрдім дейді. Соны сіз айтады екенсіз, қорыққан кезде сана сөйлейді, ол жынды көргеннен емес деп. Соны тереңдеу айтып берсеңіз. Енді біз тарихқа үңіліп кетейік. Үңіліп кетейік. Кезінде біздің енді өзіміздің тарихи, біз өзіміздің тарихта болған, не болған, бақсылар болды, шамандар болды деп айтамыз. Олар тарихтан көрдік, оқыдық, естідік дегенде. Әулиелер болды одан арғы Олар жағында. жындар деп айтты. Ол заманда мына телефон болған жоқ. Солай ма? Технология болмады. Интернет болған жоқ. Иә. Олар жалпы бәрін, түйсіктегі құбылыстардың бәрін жын, шайтан деп айтты. А қазіргі заманауи тілмен айтсақ, олардың барлығы тек қана қорқыныш. Адамның бойында қорқыныш. Қандай қорқыныш? Қорқыныштың да бір, демек, сіз айтқаныңызға қарай, қорқыныштың да деңгейі болатын шығар. Өйткені қарапайым мәселен, бір жәндіктен біреу қорықты дейік, бірақ ол жаңағыдай кейіпкенбейді ғой. Неге? Қорқыныштың да деңгейі бар ғой демек. Қорқыныштың деңгейі адамдан да болса, мынау біреулер жәндіктен қорқады, біреу мынадан қорқады, біреу әркімге Адамнан қорқады. Адамнан қорқады. Әркімге әрқалай келеді ол қорқыныш. Өзім біреулер бір иттен қорқатын болса, біреулер жолбарыстан қорқады. Біз білмейміз ғой оны. Сіз неден қорқасыз? Ең үлкен қорқыныш адамның бойындағы негізі өлім ғой. Ең үлкен қорқыныштың көкесі ол өлім. Адам өліп қалсам деп қорқады. Білмедім. Иә. Ең үлкен қорқыныш ол адам қазір жоқ болып кетсем, мен өмірден кетіп қалсам ба деген қорқыныш тұрады адамда. Сіз де қорқасыз. Ол адамның пенденің әрқайсында тұрады. Қазір сіз барып суға түсіп кетпейсіз ғой, ағын суға. Оны не тоқтатады сізді? Жоқ, өздігіңнен, өлім қорқынышты, өздігіңнен өлу. Ал енді хақтан келген өлімге қарсы аласың ғой, қалай да болмасын.
негізі өлім бар ма? бар. Мынау жалған ғой. Бақи. Иә, ол өлім негізі адам өлсе де оның рухы өлмейді ғой. Иә. Оның рухы тірі болады. Мынау жалғандағы дүние ғой енді айтып жатқанымыз. Егер адам мына өмірде жалған екенін білсе, неге өлімнен қорқады? Мәңгілік өмір бар ғой. Вот сол сабақты алуға келеді ғой әр жанның иесі. Мысалы үшін сіздің жаныңыз келді дүниеге, осы өмірге. Жан келіп текке түседі. Текке түседі. Сіздің жаныңыз келді, сіздің тегіңізге келіп түсті. Ата тектен, ата бабадан, әке шешеден келе жатқан барлық бағдарламаларды бойына алды. Ол түйсіктер тұрады. Иә. Енді жан соны разбирать етеді ғой. Сол ма өмірдің сабағы деген сол. Бізде басқа дүние жоқ бұл жерде. Ол сабақты немен өтеді? Мына материалдық өмірмен өтеді. Иә. Қарым-қатынаспен өтеді. Ақша, дүние бәрімен өтеді. Оның бәрі сабақ. Оның бәрі сабақ. Осы подкастта тіпті Сабақ. Біз, допустим, келіп отырмыз, осы жерде подкастқа түсіріп отырмыз. Солай ма? Біз жазып отырмыз да. Негізі біз сыртымыздан қарасақ, бізде сол сценарийде отырмыз ғой. Алла тағаланың. Иә, әрине. Сценарийдің ішінде сценарий жазып отырмыз. Мен Әр құбылыс, былай әр деп айтар адам. едім, бірнеше сценарий бар, соның ішіндегі жазылған басқа бір сценарийді таңдадық деп. Иә. Жаздық дегенмен қояйық. Иә. Жазу бізден емес, таңдау бізден. Жаңа бақсылар туралы, емшілер туралы айттық қой енді. Солар емдемейді, адам өзіне жауапкершілік алғанда ғана ем қонады деген екенсіз. Енді бұрынғы заманда біздің бақсыларға келіп емдеген кезде, ол кезде не болды? Бұрынғы заманда қонды, бақсылар емдеді дейді. Адам, бұрынғы бақсылар емдеген, действительно. Олардың емге келген адамдарда не болды? Бақсыға сенім болды. А қазір сенім жоқ оларға. Бір бақсыға барады да, қане, давай, маған істеп жіберші, короче, ритуалдарыңды дейді да, істеткізеді да, и не күтеді? Не күтеді? Нәтиже. Нәтиже күтеді ма? Осы жерде сіз өз сөзіңізге қарсы шықтым деп ойламайсыз ба? Нәтиже күтеді. Бағдарлама басында сіз айттыңыз, мынандай нәтижелерді бердім мен. Жаңағы 40 келі салмақ арылтуға себеп болдым дедіңіз. Бірақ осы сауалда айтасыз, адам өзіне жауапкершілік алғанда ғана ем қонады дейсіз. Екеуі бірін-біріне кері қар емес па? Менің жұмыс істеген кезде адамдармен, мен бірінші сеансты бастамай тұрып, даже терапия басталмай тұрып, мен бірінші адамға не айтқызам? Оның санасы түйсігін айтады. Мен өз өміріме Өзім жауаптым. жауапкершілік аламын деп бастайды. Мен солай жаздыртам түйсігіне. Ол жерде менің қатысым жоқ. Жақсы, солайынан анықтап алайық, нақтылап алайық. Өйткені бұл хабарды көрген азаматтар дәл менің қойған сұрағымды қоюы мүмкін де. Иә, мен ешкімнің өміріне, даже мына өмірде біз бір-бірімізге ақыл үйретуге, бір-бірімізге айтуға қақығымыз жоқ. Неге десеңіз, сізден кеп бір жолсыңыз сұрады. Ана қыз қалай? Иә. Сен айтасың, короче, ол қыз мұздай ғой дейсің. Әкесі мынандай, шешесі анандай. Текті жердің қыз екен дейміз енді. Текті екен, ойбай, керемет болып кетеді дейді. Соң ол жігіт сенеді саған. Сөйтіп алады, ана қызды алады. 10 жыл тұрады, 5 бала-шаға әкеледі. Соң бір уақытта қарасаң, ана қыз базарда қаңғырып жүреді, короче, күйеуі арақ ішіп далада жүреді. Бұған кім себепші болып тұр? Тікелей жол деген жан. Сен себепші болып тұрсың ғой.
егер мен жол сілтесем солайынан. Сенен сұрады ғой. Енді әркім мына жерге келген кезде әркім ойлайды, сөйлей салам, айта салам, бүйте салам деп. Жоқ. Сен әр сөзіңе жауап бересің. Ана айтады ғой, мына өмір дегеніміз біздің супермаркет деп. Қазір бәрі супермаркеттің ішінде жүр. Алатынын алып, жейтінін жеп, короче. Ертең өлетін кезде шығады да кассаға барады, короче. Кассаға барып төлейсің сен. Менен осы былтыр Дина ханым деген ханым келіп жұмыс істеді. Бірге жұмыс істедік. Ол Аққу Сұңқарлар деген бір компания бар екен. Әулиеге апарады адамдарды. Әулиелерге апарады. Ондай да бар ма екен? Иә. Сол жерде ол кісі 3 жыл жұмыс істепті. Сол кісіден сұрадым ғой мен терапиядан кейін. Енді қалай сіз адамдарға айтасыз ба деп. Құдай сақтасын деді. Мен осы уақытқа келіп соны түсініп, Аққу Сұңқарлар жайында ма? Иә. Соны түсініп, мен әулиеге адам тасығаныма қазір қатты өкінем деді. Бірақ бұл үлкен сабақ болды о кісіге. Мен апарма деп айтпаймын. Мен сені мынаны істе деп айтпаймын. Сен ананы істе, сен күйеуіңе мынаны айт, сен әйеліңе мынаны айт деп мен өзімнің жұмыс барысымда ешкімге ешқандай ақыл бермеймін. Мен бір ауыз сөз айтпаймын. Менің ерекшелігім мына бақсы, емші, коуч, тренер, наставниктерден айырмашылығым, мен мына өмірде, жарық дүниеде, мына стаканды қолыңа алып, шайыңды іш деп айтпаймын. Мен тек қана адамның ішкі жан дүниесінде ғана жұмыс істеймін. Өйткені Алла тағала жаратқан тек қана сол кеңістікті сізге берген. Қалғаны жаратқанның құбылысы. Оған араласпа. Сана шешу керек. Ішіңде шешілу керек бәрі. Ішіңде шешілген дүние сыртта шешіледі. Мына қараңызшы, мына сіздің жан дүниеңіз мынау ішкі. Мынау сыртқы дүние. Екеуі бірдей. Кейде сыртқы дүние алдамшы. Біз мына күйеуімізді өзгерткіміз келеді. Біз әйелімізді өзгерткіміз келеді. Сыртқы дүниеде. Әкемізді өзгерткіміз келеді. Шешемізді өзгерткіміз келеді. Соның барлық проблемалары адамның ішкі жан дүниесінде, түйсігінде тұрады. Оны шешу мүмкін бе? Мүмкін. Қазір ғылым дамыған. Голливудтың актерлары киноға түседі ғой. Образға кіреді. 1 жыл кіреді. Жарты жыл кіреді. Образда жүреді олар. Олар не істейді білесіз ба? Кинодан шыққаннан кейін. Білмедім. Олар өздерінің специалистермен жұмыс істейді. Түйсікпен жұмыс істейді. Ол сол образдардың бәрін бүйтіп жинап, алып шығып, шынайы, арманды алып келеді осы өмірге. Адам жалғыздықта көп нәрсені өзіне алып келеді. Неге біз біреуден коуч сені өзгертпейді, сені тренер өзгертпейді, сені наставник өзгертпейді, сені бақсы өзгертпейді, сені шаман өзгертпейді. Адам жалғыздықта жүрген кезде, өзімен өзі болған кезде, өзіне қайтып оралған кезде, тек қана сол кезде ғана адам өзін таниды ғой. Әлем таниды. Біздің мақсатымыз қазіргі заманда, қазіргі таңда бізге не кедергі болып жатыр? Соны түсінуге, өзіміздің баруымызға, өзіміздің жанымыз тыңдауға. У да шу сол қызылды жасылды дүние. Мынау түйсік. Мына телефонға жүгіресің, тіршілік. Оны бәрін істетіп тұрған не? Ол түйсік. Адамның 95% өмірінде болып жатқан дүние, ол түйсігінде болып жатқан дүние. 95% басқарып тұрады сізді. Адамның түйсігінде секундына 7 миллиард операция жүреді. 7 миллиард. Сіз қазір санаңызбен
санаңызбен. Сол түйсікті өзгертем деп жүрсіз. Ол да далбаса. Коуч, тренерлер сонымен айналысып жүр. Ол далбаса. Оны пайдаланатын адамдар мына Европада, Америкада жақсы пайдаланады. Джон Кеханың кітабы бар ғой, «Подсознание может все» деген. Мына түйсік подсознание. Түйсікті өзгертесің ба, өмірің өзгереді. Түйсік өзгермей ма, өмірің өзгермейді. Қасиет берілетін нәрсе емес, оянатын нәрсе деген әңгімеңіз осыдан туып отыр ғой онда. Иә. Енді адам Алла тағала жаратқан өзі сізді дүниеге алып келген кезде сізге бір қасиет, қабілет беріледі. Ол қабілет сізді өскен сайын Оны ояту керек. ол сіз оқыған білім ала бастайсыз ғой, бүйтіп. Үйренесіз, ананы аласыз, мынаны, анау айтты, мынау айтты, бәрін тыңдап бастағаннан кейін ол жабылады бүйтіп. Жабылып қалады. Ол наным сенімдер кіреді ғой. Ана қыз жақсы, мына еркек жаман, анау күшті, мынау жақсы, ананың атағы бар екен, мынаның мынасы бар екен, анау Land Cruiserмен жүр деген убеждениелер кіре бастайды адамға. Сол кезде адамның тұла бойында туғаннан біткен қасиеті жабылып қалады. Адасып қалады. Ал сол көрген нәрселер, сол естіген, сол оқыған нәрселер, олар барлық соны иллюзия жасап тұрады адамда. Ол иллюзорно жүреді. Ол реально көре алмайды мына өмірді. Сол иллюзиядан шығу үшін түйсіктегі боқты тазалау керек қой. Мен айтам, адамдарда қазіргі заманда, қазіргі таңда оқығаның, білгенің, түсінгенің саған жұмыс істемейді. Миллион рет түсін, миллиард рет оқы, миллиард рет біл. Сенің өмірің өзгермейді. Қазір сондай заман келді. Қазір неге коуч тренерлер көп? Неге көбейіп кетті? Қазір үкімет заң қабылдап жатыр. Психологтар көбейіп кетті, наставниктер көбейіп кетті деп. Бәрі адасып жүр. Өткен жылдың шілде айында дәл осы жерде Мәдениет және ақпарат министрлігі Айда Ғалымқызына осындай жобаның таныстырылымын жасағам. Студия 3 жылдан бері жұмыс істейді. Псевдоэксперттер, екі сөздің басын қоса алмайтын коучтарды 3 жылдың ішінде көріп, мына жерге жеткен кезде жоба жасауға тура келді. Ұсындық. Мен анаған үйретем, мен мынаған үйретем деп адамдар көп нәрсені адасып жүреді. Барады да, сол білімді алады да, ішінде ештеңе жоқ. Айтады, көндіреді, сендіреді, бірақ өзінің ішінде тірек жоқ. Оған сай емес ол. Яғни адам дайын болу керек дейсіз ғой, қандай жағдайға да. Қандай жағдайда болса, адам жаратылысы сондай болу керек. Дайын болу керек, ол одно. Құдай Алла тағала жаратқан өзі жаратады. Анау Абайдың бір сөзі бар ғой. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта Бар қалан дейді. бар қалан. Бізде арнайы бір сауалдарымыз бар. Сұхбатымыз өте тереңге кетіп бара жатыр, соны жандандырып көрерменге де бір қызықты болсын. Сіздің жылдам ой пікіріңіз маңызды. Экзорцизм дейміз ғой біз, жын шығару. Бұл ем бе, әлде психологиялық шок па? Экзорцизм деп айтады, жындарды шығарамыз, сүйтеміз, бүйтеміз деп да. Ол қазіргі таңда қылқындырумен, анау қамшымен, бір ритуалдармен шықпайды ол. Ол психологиялық шок демек. Ол психологиялық шок. Жақсы. Қасиет адамға берілетін сый ма, әлде жауапкершілік пе? Қасиет адамға берілетін ол үлкен жауапкершілік. Қазіргі заманның ең басты тырнақшаның ішіндегі жыны. Ол қорқыныш қой. Қорқыныш.
Ритуалсыз жазылуу мүмкүн ба? Ритуалсыз жазылуы мүмкін. Нагыз баксы менен манипуляторду калай ажыратууга болот? Егер сізді біреу емдеймін, сіздің бағыңызды ашамын десе, одан адам қашу керек. Коркунуч бул калай айтамыз, кедерги ме жок әлде мүмкүндүк пе? Қорқыныш сізде болса, ішіңізде тұрса, ол кедергі. А егер сіз оны танып, біліп шығарсаңыз, ол мүмкіншілік. Экөөнү айттыңыз го сиз. Коркунуч Қорқыныш, иә. бар демек. Қорқыныш неге беріледі адамға? Не үшін беріледі саған қорқыныш? Жеңүү үчүн. Өсу үшін. Демек мүмкүндүк. Мүмкіндік. Жакшы. Адам өзүнүн тагдырын өзгөртө ала ма, жок әлде баары жазылып койгон ба? Өзгертеді. Руханий жолдогу адамга эң кауптуу нерсе эмне? Шатаспау. Бакыт дегенибиз бул сырткы жагдай ма, жок әлде ички күй ме? Ішкі күй. Көп рахмет. Коркутуп ұстайтын руханий жол таза жол емес деген әңгіме айтқансыз. Шамандар барады да, сен мынаны істеме дейді. Сен мынаны істесең, солай болады дейді. Осы сөз айтылған кезде адам Құдайдың жолынан тайып кетеді. Қысым, қорқыныш ол адамды әлсіретеді. Ол жерде ақиқат трансформация жүрмейді. Өзгермейді адам. Неге? Өзгермейді. Рух пен жұмыс пен фантазияның арасын қайда деген бір сауал дайындап едім сізге. Шынайы рухани тәжірибе қандай болады? Көбінесе рухани жол дегеніміз не дейді? Рухани жол дегеніміз анау намаз оқып, 5 уақыт парызымды атқарып, ораза ұстап, құлшылық жасап, құрбандық шалып, шелпек пісіріп отырсам, мен рухани адаммын дейді. Бауырым, сен не істеп отырсың қазір? Біреудің айтқанын істеп отырсың ба? Или ішіңнен шығып отырған нәрсені істеп отырсың ба? Мен қанша мына өмір түсінсем де, ішімдегі түйсігімді тазалап, қанша жұмыс істесем де, мен намазға дайын емеспін әлі. Оған келген жоқпын. Намаз қысыммен өтпеу керек. Қорқынышпен өтпеу керек. Біреудің айтқанымен өтпеу керек. Ол адам жар салып, ешкімге ештеңе айтпайды. Ол өз істеп жүреді, болды. Ол ішінде істелетін дүние. Ал сен, мен оразадамын ғой, короче. Мен ана Құдай тамақ бердім ғой, короче. Менің ата-баба мырза деп, аруағы деп, сөйтіп шауып жүретіндер көп. Жоқ. Мен құлшылық жасамайым. Мен намаз оқып, бір фанат емеспін. Құран оқытсам, енді оқытам. Ал енді құрбандық шалып, ана-мына жүгірмеймін. Садақа бересіз ба? Садақа беретін адамға беремін. Ол жанынан іштен шығу керек. Бірақ менің сезетінім, бұл өмірде әкем мен шешем аруақ ырза. Ата-бабам аруақ ырза. Өйткені оның аманатын мен алып жүрмін. Ғасырлардан, жылдарға әулиетпен әкеле жатқан осындай қасиетті мен оны ұстап білдім. Халыққа қазір беріп жатырмын. Біздің әулиетпен келе жатыр екен ол. Мен соны көрдім, көрді. Ол фанатизм деген ол болмайды. Ол қысымсыз, ол қорқынышсыз істелу керек. Болды. Сол кезде ол ақиқат болады, ол шынайы болады. Бірақ түптің түбі табасыз өзіңізді.
іздеген адам табады өзін. Бізде осы жаңа сананың тұрақты айдары бар, сана трансформациясы деген. Сіз 20 жыл бұрын өзіңізді іздеудің жолына түстіңіз, иә? Бір сұрақ қояйын. 20 жыл бұрын Руслан ол туралы не ойлады? Қазір не ойлайды? Дайынсыз ғой? Иә. Ақша. Ақшаға деген көзқарасыңыз 20 жыл бұрын қалай болды және қазір қалай? 20 жыл бұрын мен тек қана ақша шешеді деп ойладым бәрін. Ақшаң болса болды, короче. Бәрі болады деп. Қазір ше? Қазір наоборот ойлаймын. Наоборот. Ол қалай? Ақшаны, допустим, ақшаны табудың жолын емес, өзімнің даму жолымды таңдаймын да, сонда ақша келеді өзі. Денсаулық? Денсаулық соның ішінде жүреді ғой. Жоқ, денсаулық жайлы көзқарасыңыз қалай болды 20 жыл бұрынғы? Денсаулық ол менің өмірімде негізі әрдайым бірінші очередте тұрды. Денсаулық. Қазір де солай? Қазір де солай. Махаббат? Махаббат тек адамның өзіне деген махаббаты бар, басқа махаббат жоқ. Қазіргі көзқарасыңыз ол? Іздеу жолына түскен кездегі Русланның көзқарасы, 20 жыл бұрынғы ше? 20 жыл бұрын махаббат деген негіз мен 20 жыл бұрын ойламаппын да ештеңе. Мен махаббат дегенді вообще ойламама. Ой болған жоқ негіз махаббат туралы. Абайдың сөзін келтірсем тағы да ұрсасыз ба? Мен ешкімге махаббатсыз дүние бос дейді Абай. Бір жерге балаларды қосыңдар деген. Енді айтса ол өзінің жан тұлғасынан, ішкі жан күйінен айтты да енді. Ол мен Абайда не жұмысым бар? Руханият 20 жыл бұрын түсінігіңіз қалай болды осы жолға келмей? Руханиятты тек қана мен бір нәтиже алу үшін, сол үшін қудым сол кезде. Руханида. Ана әулиеге барып келсем, короче, нормально болып кете ма деп. Әулиелерді араладыңыз ба? 20 жыл бұрын аралағам. 2003, 2004 жылдары, 2005 жылдары болды. Барғанда кімнен сұрадыңыз, не сұрадыңыз? Енді бір әулиеге барып келсең, ойлайсың ғой, әулиенің бір аруақтары ан жақтан келіп түртіп кетсе, короче, бір байлық төгіліп кететіндей, бір должностьқа кіріп кететіндей боласың. Қазірде солай адасып жүргендер өкінішке қарай. Қазір мен сізге айттым ғой, осы эфир басталмай тұрып айттым. Қазіргі мен 2003 жылы, 4 жылы ізденіс басталған кезде қазіргі адамдардың санасы соған жетті. Мен кезінде ойлайтынмын, неге мені түсінбейді, неге мені не қылмайды, мен неге адамдар қабылдай алмайды деп ойлайтынмын да. Кейін барып түсіндім оны. Кейін барып түсіндім. Мен даже туғандарым маған немножко жынлаума деп. Маған достарым айтады, ақшаң бар ғой, машинаң бар, үйің бар. Сен не іздеп жүрсің өзі? Мен анау тренингтерді іздейтінмін, 2003, 2004 жылдары, 2009 жылдары бір Америкадан біреу келіп, Кен деген. 5 күндік тренингке барып, сонда көп нәрсені мен түсініп едім. Білімге деген көзқарасыңыз өзгерді ме осы 20 жылдың ішінде? Қазір ма? Бұрын, қазір? Бұрын білім қудым. Мен білім қуғанда Қазақта психология дамымаған ғой. Бізде Қазақстанда бір доктор наук жоқ психология ғылымында. Жүсіпбек Аймауытов психология деген кітап жазды, Қазақстандағы психологияның негізін салушы. Енді ол дамымай тұр ғой енді. Ешкім білмейді оны. Ешкім білмейді ғой. Психология дамымаған бізде. Мен көбінесе орыстардан іздедім. Одан Европаға түстім, одан Америкаға түсіп, Америкадан
Американың бір азаматтарынан в общем түсіндім ғой. Сол кезде мен өзім оралдым қайттан. Мен қазақпын ғой, мен тегім қайда, ата бабам қайда деп іздеген кезде, өзіме түскен кезде мен ана пазл келіп шақ ете қалды ғой. Яғни әлі де білім жолындасыз. Қазір білім болмаймын. Білім болмайсыз ба? Біздің қазақтың рухы мықты дейміз. Рухы қанша мықты, қанша күшті болсын, оның жүгі де сонша ауыр болады. Сонан кейін біздің қазағымыз қазір Үстінде. Оян қазақ дегеннің түптері жоқ. сол ма? Оны көтере алмай жүр әлі. Көтеру үшін не істеу керек? Босау керек. Орын босату керек. Сілкіну керек дейсіз. Сілкіну керек. Сілкіну үшін де білімді лақтыру керек. 70 жыл орыстар құйған, оның алдында ананы құйған, мынаны құйған, мынаны құйған. Информацияны алу керек, тазалау керек. Сол кезде адамның ішіндегі тірегі, негізі, қасиет, қабілеті шығады. Қазір енді жас ұрпақ өсіп келе жатыр ғой. Біздер де сол тәуелсіздіктен кейін туған тас түлектердің біріміз. Сіздердің заманда болды ғой, жаңа 70 жылдық идеология, оның ар жағындағы сарқыншағы 300 жылдың деген секілді. Достыққа деген көзқарасыңыз ше? Досыңыз көп па қазір? Мен өмірімде негізі бір шынайы, бір дос деген болмапты. Бір сенетін бір досым болмапты. Жолдас па бәрі? Бәріне бірдей қарадым мен. Жақын тартқаным адамдарым бар ішінде. Бірақ шынайы мынау менің досым деп бір ешкімге сенбеппін мен. Өмірімді қарап отырсам. Дейсіз бе доссыз өттім деп? Мен өз-өзіме дос болғам ғой, в общем. Сана трансформациясының енді соңғы сауалы болсын. Бұл сауалдар не үшін? Яғни сіз 20 жылдың ішінде қандай трансформациядан өттіңіз? Соны бір таразы дейміз ғой, безбен дейді қазақ. Оң жағы мен сол жағына тарту ғой. Өмір мен өлімге деген 20 жылдың ішіндегі көзқарасыңыздың қалай өзгергені қызық болып тұр. Енді 20 жылдың ішінде көбінесе қазіргі заманда адасып жүрген адамдардың мен жолын жүріп өттім. Білім алдым. Мен мынаны алсам, мен мынаны оқысам, мен ананы істесем, мен мынаны сөйтсем, мен мынаны бүйтсем, мен өзгерем деп ойладым. Бірақ осы 5 жыл бұрын мен бір жігіттермен жолығып, сол жігіттермен түйсік жайлы, түйсіктегі мәселелер жайлы, солардың бағдарламалары жайлы жұмыс істеге бастаған кезде мен түсіндім. Өйткені менің өмірімде үлкен құбылыс өзгерістер кетті, короче. Үлкен өзгерістер болды. Ол әкем мен шешемнен келе жатқан бағдарламалар. Ол ата тегімнен, ата бабаларымнан келе жатқан бағдарламалар. Менің бойымды, жанымды билеп алған. Мен содан арылып, тазарылған кезде менің жаным жай тапты. Менің жаным жай тауып, емін-еркін қазір сіздің алдыңызда отыр. Миссияңыз өмірлік қандай? Мен 50-ден асқан кезде түсіндім өзімнің миссиямды. Адамның қабілеті ашылған кезде, қасиеті дейміз ғой енді. Қасиеті, қабілеті или бір мына өмірде не істеуім керек, қалай істеуім керек. Соны ашылған кезде қасиетіңіз сіздің, өзіңіздің миссияңызды көресіз. Мен өмір бойы 20 жыл бухгалтер болып, финансист болып, үлкен компанияларда жұмыс істедім. Енді сағат 9-дан 6-ға дейін мен бухгалтерияда отырып, главный бухгалтер болып жұмыс істедім. Қараңызшы енді. Мен өмірімде ойламаппын, мен сіздермен жұмыс істеп, адамдармен жұмыс істеп, мен оның санасын өзгертем, мен оның түйсігін өзгертуге мен оларға құрал болам деп. Мынау менікі екен деп ішімнен келді уже.
И мен ол жұмысты атқаруға да біраз ол жолға түсуге де енді үлкен қиын бір кезеңдерден өттім. Оны істемеске мен қаштым мен. Оны істемеуге. Мен таба алмадым. Қиналдым. Қашып едім, бірақ одан қашып кете алмадым. Бұл жерде жүргізбейтін болды, қашсам. Или істейсің, или кетесің. Сондай. Өлім мен өмірдің ортасында жүрдім да. Содан шықтым. Қиналдыңыз ба? Қиналдым. Қалай жеңдіңіз? Өмір мен өлімнің ортасында дәл сіздей қиналып жүрген азаматтар бәлкім бар шығар. Енді мен ол ситуацияны енді көп айта бермеймін. Жаныма қатты батады. 4 жылдың ішінде 4 жақын адамнан айырылып қалдым мен. Бірінші дүниеден әкем өтті. Екінші жылы шешем кетіп қалды. Үшінші жылы бауырым қайтыс болды туған. Төртінші менің қызым қайтыс болды. Енді сіз ойлаңызшы, сізге жыл сайын жақын жораларыңыз, туысқандарыңыз келіп көңіл айтады. Ауыр. Мен соны түсіндім. Әке бәрімізге бірдей болды. Шеше бәрімізге бірдей болды. Бауыр бәрімізге бірдей болды. Бірақ Алла қызыма келіп, қызымды алғанда мен түсіндім. Менде екен ғой деп. Ол сигнал болды. Сонан кейін мен бәрін қойдым да маған кірісейін дедім. Сөйтіп қайттан жуынып, шайынып, бұл жолға кірістім. Бастадым. Қайтадан тұрдым. Рухым тұрғызды, жүргізді, айтқызды. 1 жылдан кейін тура сол қайтыс болған қызымның туған күніне туған келінім ұлы бала дүниеге алып келді. Сый болды. Ол Алла Тағаланың міне мен сізге ризамыз деген белгісі болды маған. Біздің әулиет уже тола бастады. Орнына келе бастады. Кім деп қойдыңыз атын? Әкеміз бен шешеміздің атын қосып қойдық. Әкемнің аты Лесхан, ханын алдық. Шешемнің аты Нұржамал болатын. Соның шешемнің нұрын алып, әкемнің ханын алып, Нұрхан деп қойдық. Нұрхан бүгінде нешеде? Бүгін бір 5-6 ай кеп қалды. Ғұмырлы болсын. Амин. Сіздің ізіңізді, жолыңызды, қаныңызды жалғайтын әулеттің атын шығаратын азамат болсын. Амин. Енді ол адам негізі өзі өзгерісі басталған кезде, ішкі жан дүниесін ақтарып, соны түсінген кезде адам не только өзін өзгертеді, ол аруақтарды риза қылады. Өйткені аруақтардың, адамдардың біздің ата тегіміз, ата бабаларымыздың өтіп кеткен, істей алмаған, көре алмаған, түсінбей қалған нәрселерін сен ішіңнен өткізесің. Ол іште жүретін процесс. Аруақтар риза болады. Екінші, сіз байқуатты боласыз бұл жерде. Үшіншіден, ұрпаққа жол ашасыз. Бұл 3 ветка задевать етеді ғой. Қазақтың сөзі тағы да өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Адамның, аруақтардың ризашылығы сенің мына сыртқы ритуалдан емес ол. Ол сенің мына өмірде өзіңнің ішкі жан дүниеңді, қасиетіңді, қабілетіңнің ата тектен, ата бабадан келе жатқан қалай пайдаланып жүрсің? тазалық. Қалай пайдаланып жүрсің? Сен оны сыртқа шығарып, қоғамға, адамдарға бере алып жүрсің ба? Тек қана сол
Олар өмір сүрді. Олар білгенін білді, алғанын алды, көтергенін көтерді, көтере алмағанын көтере алмады, кетті. Олар істей алмай кеткен дүниені сен істеп olсаң, олардың аруағы ырза ғой. Менің ата тегім, ата бабам аруағы риза екенін мен өз ішімнен сеземін. Сіздің өміріңіз бір үлкен томдық кітап десек, соның ең соңғы сөйлемі қалай аяқталар еді деген сауалмен бүгінгі хабарды түйіндесек. Неге соңғы сөйлем дейсің? Енді кітаптың да соңғы бір сөйлемі болады ғой. Кітап дейсің ғой, эфир кітап дейсің ғой. Енді қазір қоғамда адамдар да өзгеріске ұшырап жатыр. Жоғары жақта өзгеріп жатыр. Олар да адасқан шығар. Адамдар да адасқан шығар. Бірақ ауызбен айтам, ешкімге сенбеңдер. Ешкімге. Тек қана өзіңізді іздеп, өзіңізден сенім табыңыз. Сол кезде өміріңіз өзгереді. Басқа да өзгермейді ол. Көп рахмет. Уақыт бөлгеніңізге, Сізге де рахмет. жаңа сана студиясына келгеніңізге және сана трансформациясына атсалысқаныңызға алғысым шексіз. Сізге де рахмет. Сіздердің де студияларыңызға творчестволық өсу, өну тілеймін. Алдағы уақытта Құдай қаласа жолығып тұрайық. Есігіміз ашық әрдайым.